Осылайша 668 жылдың күз айында Таң елі мен Сила елінің біріккен жасағы Пьоньян бекінісін бағындырады. Біздің дәуірімізге дейінгі 227 жылы Жумон хан негізін салып, 900 жыл бойы ұзақ ғұмыр кешкен Когурё елі Божан ханның тұсында құлайды. Ғасырлар бойы гүлденіп, алып елдің қатарында болған Когурё елі. Бұл елдің күйреуі тарих беттерінде өкінішке толы сезімдермен жазылған. Бірақ та, бұл Когурё елінің тарихы мұнымен аяқталмайды. Когурё халқы өз елін қайта құрап, гүлдендіруге тырысады. Осылайша, Корей елінің тарихында Когурё елінің жалғасы болған Пархэ елі құрылатын болады. Фильмді қазақ тіліне